Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ас қабақтан өте дәмді, дәруменге бай шырын дайындайтын боламыз. Үйде жасап көріңіздер, өте дәмді, адам ағзасына өте пайдалы. Бізге керегі мына жерде 900 грамдай асқабақ, 1 килограмм алма. Асқабақтың сыртын барлығын тазалап, дәнектерін бәрін тазалап алдық. Дәл енді видеодағыдай етіп кесіп аламыз барлық асқабақтарды. Алманың да ішіндегі дәнектерін, сыртындағы қабығын барлығын тазалап алдық. Бұны да дәл осылай кесіп аламыз. Газымызге ыдысымызды қойып, үстіне жаңа тураған асқабағымызды салып аламыз. Алмамызды саламыз. Үстіне 1,5 литр су құйып қайнатамыз. Енді асқабақ пен алмамыз қайнай берсін. Енді бізге 1 лимон, 2 апельсин керек болады. Осыларды сығып, суын алып алатын боламыз. Бірінші лимонды сығып, оның шырынын алып аламыз. Дәл лимон сияқты апельсиннің да шырынын сығып аламыз. Міне дайын болды. Енді ыдысымызға құйып, бір шетке алып қоямыз. Мына жақта алмамыз қайнап шықты. Отты бәсеңдетіп, бір 10-15 минут қайнатамыз. Ал міне алмасы да, асқабағы да жұмсақ пісті. Енді бұны блендердің көмегімен езіп аламыз. Ал асқабақ пен алманы езіп алдық. Енді 300 грамм қант саламыз. Жаңағы лимон, апельсин шырынын салып, бір араластырып жібереміз. Енді газымызға қойып, 10 минут қайнатып аламыз. Ал қайнап шықты, үстіндегі көпіріктерін алып тастаймыз. Ал міне асқабақ шырынымыз дайын болды. Енді ыдысымызға құйып аламыз.
Достар, менің каналымнан салат, бауырсақ, печенье, булочкалардың, торттардың рецептері бар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, комментарий бөліміне қандай рецепттер көргілеріңіз келіп жазып кетіңіздер. Рахмет баршаңызға.